Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге кивидің пайдасы және зияны туралы мәлімет беретін боламын. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Екі кивиде шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай, онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Қаны қою, жоғары қан қысымына бейім адамдар күніне бір дана киви жеп жүрсе, аурумен күрескен болып саналады екен. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Кивиде фолий қышқылы өте көп мөлшерде бар. Бұл адамның сергек жүруіне әсер етіп, күш береді. Ол әсіресе жүкті әйелдерге пайдалы көрінеді. Айта кету керек, кивиді тым көп жеуге де болмайды. Тәулігіне 2-3 данасын жесеңіз де жетіп жатыр. Сондай-ақ бүйрегі шаншитын, асқазанында жара бар, гастритпен немесе басқа да ас қорыту жүйесі әлсіз адамдарға және де аллергиясы бар адамдарға жеуге болмайды. Менің келесі видеомды көру үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.